Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл өнім тұз бұрыш салуға арналған. Көлемі 200 мл және де формасы өте ерекше етіп жасалған. Ас үйлеріңізге ерекше сәндік береді, сонымен қатар артық орын алмайды. Ең бастысы, аузы мықты жабылады және де сенімді. Таппер компаниясының ерекше өнімдерінің бірі новая волна деп аталады. Бұл арнайы микроволновкаға арналған ыдыс. Өзінің арнайы резинкасын осылай жоғары көтеріп қою арқылы тамақтарыңызды қайнағанша ешқалай қорықпай ысытуға салсаңыздар болады. Қазіргі кезде әрбір адамның үйінде микроволновка бар деп ойлаймын. Себебі баяғыда тамақтарды қазанға салып, су құйып, ысытып жүру ол үлкен проблема түгін. Бірақ та Tupperware компаниясының осындай новая волна деп аталатын ыдыстың арқасында ешқандай қиындықсыз тамақтарыңызды өздеріңіз қалаған градусқа дейін ысытып алсаңыздар болады. Мына ыдыс көлемі 1 литр және мынанікі 600 мл. Өздеріңізге қандай көлемі керек, сол бойынша ала аласыздар. Осы кезекте бізде школьник деген ыдыс нағыз мектеп балаларына арналған. Ішін көріп тұрғандай арнайы бөліктерге бөлінген. Мына жеріне қою тамақты салып, салатын, печеньесін қосып салып берсеңіздер болады. Аузы мықты жабылады және де көлемін қарасаңыздар өте ыңғайлы етіп жасалған. Баланың сумкасынан артық орын алмайды. Және де түсі де әрбір баланың көңіліне шығатынына сенімдімін. Келесі біздің ыдысымыз хит-парад деп аталады. Көлемі 550 мл. Осындай биік түрінде жасалған. Бұл ыдыстардың ең ерекшелігі олардың крышкасында первоклассный крышка деп аталады. Ауыздары өте мықты болып жабылады. Нағыз жолға шығатын адамдарға арналған ыдыс. Ішіне сорпа, су құйсаңыздар да бір тамшысы да сыртына төгілмейді. Қойт жерге құлап қалса да, бұның крышкасының арқасында ішіндегі сұйықтығы ішінде сақталып қалады. Және де тамақтарыңызды ұзақ уақыт свежий қалпында сақтауға мүмкіндік береді. Tupperware компаниясының бұл өнімі порционная зерноварка деп аталады. Бұл ыдыстың ерекшелігі сіздер салған күріштеріңізді микроволновкада небәрі 10 минутта жылдам қылып және ең бастысы өте керемет қылып, рассыпчатый дейді ғой, сондай күріш қылып жасап береді. Ішіне тек қана күріш емес, сонымен қатар өздеріңізге керекті, мысалы, арасында картошка пісіріп алсаңыздар болады. Не нәрсе пісіргілеріңіз келеді, сондай нәрселерді пісіріп алуға өте ыңғайлы. Бізде осындай қара түсінен бар және де цвет манго деп аталатын сары түсінен бар.